Бата беру. Ыбырайым пайғамбар өте қонақжай адам болыпты. Үйіне келген адамға ас бермей шығармайды екен. Асығыс жолаушының өзіне нан ауыз тигізбей жібермепті. Бір күні уахи ала келген Жәбірейіл періштенің өзін дастарханға сүйрейді. Жәбірейіл: асына рахмет, әй Алланың халилі, мен Алланың уахиін жеткізу үшін ғана келдім, дейді асығып. Ыбырайым: уахиды артына айта жатарсың, әуелі адал ас дастарханнан дәм тат, маған серік бол, дейді. Періште амалсыз көнеді. Дастарханға ас келсе де періште табаққа қол созбай отыра береді. Пайғамбар: неге дәм алмайсың, дейді. Жәбірейіл: мен періштемін, бұл дүниенің тамағын ішпеймін. Себебі бұл дүниенің өз тәртібі бар. 5 күн жалғанда ішкен жегеннің, көрген қызықтың есеп-қисабы бар. Ертең махшар алаңында бұл пәнидегі ішкен жегеннің сұрауы болады. Мен соны ойлап, уайымдап отырмын, дейді. Ыбырайым езу тартып: сен онда дастарханға бата беріп, менің отбасыма дұға ет, астың өтеуі сол болсын, дейді. Жәбірейіл келіседі. Дастархан басында екеуі сырға толы рухани сұхбат құрады. Періште Ыбырайымның ықылас пейіліне риза болып, астан соң дастарханға бата жасап дұға етеді. Жәбірейіл кетіп бара жатқанда Ыбырайым оны тоқтатып: маған қандай уахи ала келіп едің, айтпадың ғой, дейді. Жәбірейіл: біздің сұхбатымыз Алланың уахиі еді, депті. Осыдан бастап астан соң дастарханға бата жасап дұға тілеу деген дәстүр пайда болыпты. Қазақ арасында осы дәстүрдің берік орныққаны соншама, тіпті ел арасында мынадай аңыздар көп тараған. Кейбір әулие қарттар айналасында отырған адамдардың түгел ас ішіп болуын күтетін болған. Тіпті керек десеңіз, киіз үйдің есігінің алдында жем шұқып отырған торғайларында жем жеп болуын тосқан екен. Рухани сұхбатты уақиға теңегендіктен де әулие адамдар дастархан басында дүние сөзін сөйлеп, мағынасыз сұхбат құрудан сақтанған.